Тау тұтқыны мен жау тұтқыны 4-ші бөлім. Жаздың жылдай ұзақ күннің биік таулар арасындағы жүрісі қауырт, бағана ғана сары толағай шыңының ұшар басында тұрған күн ет асым уақыт өтер-өтпесте Қызылқия жотасына қарай жетіп қалыпты. Ол жотаны асқаны тау іші алакөлеңкеленіп, енді бір шай қайнатымда ымырт үйіріле бастайды деген сөз. Әлібай етегін қағып, орнынан тұрып, тасқа сүйеулі тұрған мылтығын қолына алған. Қайтамыз ба? Дегендей, орнынан тұрған иесін Керқұла 6 қанат үйдің орнындай жердің гүлді шалғынның басын ғана кекілдеп жеп, қашанғы әдеті мен иесі түскен жерінен ұзай қоймапты. Иесі атының айылын тартып, ауыздығын салып жатқанда, ат қалың жыныстың ішіне қарап құлағын тіккен. Сонан соң қауіпті аң көргенде тыпырлап, пысқырып белге беретін әдетіне салмай, адам не жылқы баласын көргенін білдірейін дегендей жай ғана оқыранған. Әлібай атына мініп жатып, әлденеге елеңдеп тұрған көп жылдардан бергі сыралғы серігіндей болған Керқұласына тіл қатқан. Жан баласы жүре қоймайтын жүгірген аң, ұшқан құстан өзгені көп көре бермейтін, бұл жерде нені көріп оқыранып тұрсын Керқұлам, деген. Керқұланың оң жағындағы қалың бүргеннің басы қозғалақтап қалып, әйел адамның үні естілген. Ағатай, ағатай, кете көрмеңізші. Әлібай селкете қалған. Аң аулауға қанша уақыттан бері жалғыз шығып жүргенде, жын-пері болмаса, адам баласының аяғы тие бермейтін иенде мұндай сұмдыққа кездесіп көрмепті. Тіпті кездесем деп ойлап та көрмепті. Аң аулаймын деп тым ұзаққа шығыңқырап кеткен кездері ер-тоқымын жастанып, тонының бір өңірін төсеніш қып, екінші өңірін жамылып жата кетер еді. Қорқып көрмепті. Адамдар қорқады дейтін, таулы жердің аюы жиі ұшырасқанмен, олар да ет жүректі. Екі аяқтылардың мың айлалы жыртқыш екенін жақсы біледі. Сондықтан аю екеш аю да олардан аулақ жүруге тырысар еді. Одан кейінгі жыртқыш аң дейтін қасқырлардан мерген қорқып көрмепті. Мылтықтың, оқ-дәрінің исі шыққан жерге аштан өліп бара жатса да жоламайды. Ал көлігін, қорғаудың жолын бабалардан аталары, аталардан әкелері, олардан өздері үйренген тәсіл, әбден талай сыннан өткен сенімді айла. Ол ат тұрған жерге айналдыра қыл арқан керіп қойса болғаны. Ал жылан, бүйі, шаян сияқты жыбырлақ жәндіктерді айтпағанда, биігінен қар мен мұзы үзілмей кеш батса болды, ызғар шашып тұратын мұндай жерге шыбын-шіркей де жоламайды. Сонда бұл әйел дыбысты тіршілік иесінің кім болғаны? Оның есін ауыл аралап жүріп, үлкендерге қисса, дастан, балаларға не бір ғажайып ертегі аңыздарды айтатын. Сөйтіп жүріп, киім-кешегін айырып, тамағын асырайтын Малқарбайдың бір ертегісі оралды. Ертегіні ойлап та үлгерген жоқ. Ағатай-ай, кетпеңізші деген жыламсыраған әйел адамның даусы естілді де, ізінше өзі де көрінген. Иә, бұл перінің қызы Жезтырнақ болды. Ол ат үстінде тұрып, енді ұшырасқан қызға мылтығын кезенді. Орныңнан қозғалма, атамын. Ағатай-ай, аяңызшы. Мен сорлап. Ол екпеттей жығылған күйі жылап жіберген. Иә, олар адамды алдап қолға түсіру үшін неше түрлі айла тәсілді жасайды. Жанына жақындамау керек. Бұл Малқарбайдың жиі айтатын сөзі. Ағатай, мен Қотанашы Қожыр жайлауында отырған Жантеке Қорабай байдың қызымын. Иен тауда жалғыз қалдым, кете көрмеңізші. Қыз етпеттеп жатқан күйі енді дауыстап жылап жіберген. Тоқта, Жантеке руынан шыққан, мыңдаған көгала жылқы айдаған Қорабай деген байды естіген сияқты едім ғой. Әлі де көз жеткізейін, мұның пері емес, адамзаттың баласы екеніне. Үкілі құндыз бөрік,
қызыл бұйра елтірімен жұрындалған жаздық қызыл жарғақ, қайқы бас қызыл, ала, әмірқан етік сияқты киімдері шынында Айтулы байдың қызы екенін куәландырғандай. Дегенмен, дәл Қорабай байдың қызы екенін біле түсейін. Қорабай байдың қызы болсаң, ен тау ішінде жападан жалғыз неғып жүрсің? Басыңа қандай хикмет туып еді? Қыз басын көтерді. Қос бұрымға таққан күміс шолпылар нәзік үнмен сылдырғақты. Қытайы жібектен тігілген қос етек қызыл көйлек, бәрі сәмбі талдай балғын бойжеткеннің әппақ мінсіз сұлу жүзіне жараса түсіпті. Жылап сықтаудан сәл домбыққан қабақтың астынан қарақаттай жанары да айрықша жарасымен қос лағыл тастай жалт-жұлт ете қалған. Перінің қызы қалай киінемін, қалай нұрланамын десе де өз еркінде емес пе? Перінің қызы болса неге жылайды? Әлде мені сендіру үшін бе? Әлде бұл Малқарбай жиі айтатын жезтырнақ па? Малқарбай жезтырнақ құрбандығын алдарда кісіні қытықтап өлтіретін сояудай ұзын жез сияқты тырнағын көрсетпеу үшін ұзын жең киім киіп, тырнақтарын жасырып жүреді екен деуші еді. Әлібай орнынан тұрып келе жатқан қыздың қолына қараған. Ешқандай жез сияқты ұзын емес, сүйріктей саусақтарға біткен мәрмәрдей әппақ тырнақтарды көріп, көңілі орныққандай болған. Ағатай, Қорабайдың қызы екеніме Алла куә. Мені бүгін мына адам аяғы баспас иінде қалдырып кеткенше біржолата өлтіріп көміп кетіңіз. Онсыз да әкемнің қарғысы шығар осындай күйге ұшырағаным. Қыз сөйлеген сайын оймақтай ерні дірілдеп, қос жанардан аққан жас ақша бетін жуып тұрған. Әлібай өзінің орынсыз күдіктеніп қана емес, сонша қорыққанына ұялғандай атынан түсіп қызға жақындаған. Әлде ертегіші Малқарбайдың қилы оқиғаларына бала күннен сені өскендіктен, әлде ет жүректе пенде шіркін мынау қисынсыз ұшырасудан соң қауіптенді. Әйтеуір мергеннің жүрексінгені де рас еді. Айналайын-ай, өзің айтқандай адам аяғы баспас иеннен кездестіргеніме тосылып қалғаным рас. Адам екенің рас болса, бұл жерге қалай тап болдың? Осыны айтшы алдымен. Біраз жер жаяу жүргеннен болмаса, қорққанынан қыздың тұла бойы түгел қалшылдап, сөйлеуге де шамасы келмейтіндей. Тек тізерле отыра кетті де, жанына келген құтқарушысының аяғын құшатындай ыңғай танытқан. Әлібай олжыған жас аруға көнетікті аяғын құштырмайын деп сәл шегініп тұрды да, құс торға еркінен тыс түсер деуші еді. Бұл күйге қалай түсіп жүрсің? Қане айналайын, шаршасаң отырып айта бер. Алдымен Алла менің мына сұмдықтан аман құтылуым үшін сізді осында алып келгеніне мың алғыс. Бұл жерге қалай тап болғаным ұзақ әңгіме. Жүрегім қалаған азаматтың етегінен ұстап бақытымды табамын ба деп едім. Сорайдаған екен мені. 2 күн болды, етегінен ұстадым деген азаматым жолды шолып қайтамын деп кетіп еді. Құс болып аспанға ұшып кетті ме, әлде құрт болып жерге сіңіп кетті ме? Мені бір жартастың түбіндегі үңгірге жасырып кетіп еді. Содан бері жым-жылас жоғалды. Ол үңгір алыс емес пе? Жоқ, ана бір қыраттың арғы жағында. Үңгірде қалған заттарың бар ма еді? Төсеніш қылған ат көрпе мен түнде жамылған тұлып тон. Атымның ер тоқымы да сонда. Атың қайда? Сол жерде арқандаулы тұр. Берік болды көздеп жотаға шыққанда сіздің атыңызды көріп, үңгіріме бұрылуға шамам келмей, жүгіріп осы жерге жеттім. Бүгін сол үңгірде түнесем, үрейден өлер едім. Жақсы, деді Әлібай бейтаныс бойжеткенге бұрылып. Сен мына атқа міне ғой, мен ілесіп отырайын. Өзің түнеп шыққан үңгіріңе барып, сенің атыңды, заттарыңды алайық. Қане атқа міне ғой. Әңгімеңді үйге барған соң айтарсың. Ал елсіз тау ішінен жолыққан сенен жүрексінгенімді жасырмаймын, деген Әлібай ойда жоқта ұшырасқан хордың қызындай аруды қолтығынан демеп керқұлаға мінгізген. Соңынан жаяу еріп келе жатқан иесінің алдына түскен керқұла аяңмен жүріп,
бойжеткен бейімдеп келе жатқан жаққа бет алған. Бала кезден үйімізге жиі келіп, ертегі аңыздарды көп айтатын Малқарбай дейтін кісі, орман кезіп жүретін перінің қыздары мен адамдарды қытықта өлтіріп, қанын соратын жезтырнақ әйелдер туралы ертегілерді жиі айтатын. Перінің барша әйел атаулысының тағы бір қасиеті, ер азаматтарды өзіне күйеу ғып алуға құмар болады екен. Әдемі бойжеткен бейнесінде келіп, адам баласының бетінен бір сүйсе болды, кез келген жігіттің өзі де есінен танғандай болып, періге ғашық болып қалады екен. Сөйтіп, өзі де періге айналып кетеді екен деп отыратын еді марқұм. Менің сенен қорқып, үрке қарағаным сол атамыздың әңгімелеріне сеніп өскендіктен болар. Бейтаныс бойжеткен айтқандай, үңгірдің ішінде ер-тоқым толып тон жатыр. Қақталған ет пен құрт ірімшік салған кішкене дорба мен қымыз құйған жанторсық жоғарырақтағы текше тастың үстінде тұр. Ен тау адам баласын қойғанда аң атаулы жоламайтын үңгірде өткізген 2 түнім өмір бойы есімнен кетпес. Әкемнің қарғысына ұшырадым. Берікбол тірі болса келер еді. Ол жарық дүниеде жоқ адам ғой. Әлібай арқандаулы тұрған есік пен төрдей жалдас ақбақай торыны әкеліп ерттеп, заттарды жинастырып жүргенде де бір бұрышта бүрісіп отырған қыз сандырақтаған адамдай қиюы қашқан әңгімесін көз жасын сорғалатып отырып тоқтатпаған. Иә, ол құтқарушысын Алланың арнайы жіберген адамы деп қабылдап, оған да тәңіріндей табынып, алғысын жаудыруды ұмытқан жоқ. Құтқарушысы ақбақай торыны ерттеп, қызға алып келген кезде ол аттың мойнынан құшақтап, тағы да еңіреген. Тау ішінде жортқан иеннің ит құсына сені жолықтырмаған Алладан айналдым. Торы жорғам-ау, екеумізді елсізге тастап, иеміз қайда кетіп қалды? Жаратқаным-ау, бір мен үшін деп шешесі мен жалғыз бауырын қалдырып, ағайын жұртынан безініп, жанын жалдап, ұзақ жолға аттанған Берікболымды сақтай көр. Жасаған ақбақай жорғам-ау, білсең айтсаңшы, иеміз бар ма бұл жарық жалғанда? Айналайын қалқам, тұрып атыңа міне ғой. Біз де басымызға күн туған соң елден безгендей тау сағалап жасырынып жүрген бейбақпыз. Қара қосымыз жақын жерде, есіңді жина. Алланың шапағаты мол ғой, азаматың тірі болар. Сені үйге апарған соң оны өзім іздеймін. Қорықпа, оны қалай да табамын. Құтқарушысының осы сөзі оған дем бергендей, бойына тың күш қуат біткендей, қыз үзеңгіге аяқ артқан. Шыда, айналайын, қалғып кетпе, үйге қазір жетеміз деп Әлібай тор жорғаны өзі жетекке алған. Әркімнің бір басына жетерлік уайымы бар дегендей, айналаны бір шолып қайтамын деп кеткен Әлібайдың есен сау оралуын күтіп отырған Разиға мен Бәлібай күткен кісілерінің үстінде кісісі бар ат жетелеп Қарағайлы өзектен шыға келгенде таңырқасып қалған. Олардың алдынан Бәлібай, одан кейін сүрініп жығылып Разиға, ал ең соңы болып Әлібайдың кішкене ұлы Байдолла тысқа шығып еді. Аурудан тұрғандай өңі қашып, екі көзі қызарған, бірақ тал бойында сұлулық пен киген киімінде бір міні жоқ аруды торы жорғамен шайқалтып ертіп келуі шынында да таңғаларлық оқиға еді. Тіпті Разиға жазған Құдай қосқан қосағының әлдекімді әлдеқайдан кішілікке алып келді ме деп те күдіктенгені рас еді. Ондай ойы болса, ел аман, жұрт тынышта алып келмей, мынандай ала сүргінді, сүреңсіз кезді неғып тосқан деген қызғаныштан ыстық жалына кеудесін шарпып өткен болатын. Бәлібай, қонақты түсіріп алшы деген үй иесі торының шылбырын інісіне ұстатып жатып, сонан соң аң-таң болып тұрған зайыбына да тапсырмасын берген. Сусын берде төсек салып жатқыза қойшы, ауырып тұр екен. Бейтаныс бойжеткен бір тостақ қымыз ішті де рақмет дейтін жалғыз сөзді айтуға шамасы әрең жетіп, салынған төсекке киімшең қисайып, терең ұйқыға берілген. Мынауың кім?
оны қайдан тауып әкелдің дейтін сауалды айтпаса да, жүздерінде жазулы тұрған зайыбы мен інісіне Әлібай қысқа ғана ақпар берген. Жанындағы серігі жол қараймын деп 2 күн бұрын өздері паналаған үңгірден шығып кеткен екен. Содан қайтып оралмапты. Қайдан келеді, қайда барады, ештеңесінен хабарым жоқ. 2 күн 2 түн иен таудағы үңгірді жалғыз паналау оңай ма? Өзі де әбден үрей билеп шошынып қалған сияқты. Жақсылап тынықсын, сонан соң жай жапсарын сұрай жатармыз. Бәсе, ағатайым сөз байласқан кісісін алып келді ме деп қорқып едім деп Бәлібай жеңгесіне қарап жымыңдаған. 2 сиыр сауғанның айраны бар, 2 қатын алғанның ойраны бар деген мақалды ағатайым да ұстанатын сияқты еді. Дегенмен қос жеңгелі болдым ба деп қорыққаным рас. Менен гөрі сіз қатты қорықтыңыз-ау, Нұр жеңгей, бірақ өзі де қыздың сарасы, әйелдің данасы дейтіндей-ақ айтолы сұлу екен. Қорыққаным рас, бірақ ағатайың менен ештеңесін жасырмаушы еді деп Рәзиға да Әлібайдың жүзіне ерекше ықыласпен қараған. Әлібай қонағының өзі 2-3 түркін берік бол деп атаған азаматты іздеп қайту үшін Керқұлаға ертеңіне тағы да ер салған. Кешегі үңгірді оңай тапқанымен одан ешқандай өзгерісті байқамады. Дымқыл ауадан мүк басқан үңгірдің ішінен сыз иісі танауды қытықтайды. Жат пиғылды біреулердің қолына түсіп қалса деген сақтықпен өздерінің қай сайда екенін айтпай үйден жазып келген келіншектері. Күн сайын кешкілік осында тос деген 2-3 сөзі бар бір бет қағазды көрнекі жерге таспен бастырып қойды. Өздері ағайын жұрт орталарынан еріксіз безініп шыққан 3 ересек пен 1 жас бала үшін аспаннан түскендей болып, ойда жоқта ұшырасқан қыз келгелі бері тұяқ серпіген жоқ. Қызыл іңірден ұйықтағаннан келесі күні түс ауғанша қозғалмаған. Түсінде де үңгір ішіндегі жалғыз қалған үрейлі сәтін көретін болуы керек. Анда-санда Берік болының атын атап кемсеңдеп жылай бастайды. Үй иелері де ауру күткендей ұйқыда жатқан сұлу қыздың жүзіне үңілседі. Әзірге құдаласып қойған қалыңдығы болса да аяғын шырмай қоймаған Бәлібай таңғажайып арудың жүзіне жиі үңіле беретін болған. Мырза бала, бұл қыз ағаңның бізден жасырып жүрген арғы бет ассақ ала кетпекші болған қалыңдығы болмасын. Тым жиі жағалай берме, Әліптің артын бағайық. Егер солай болса, біз шіркін азаматымыздың айтқанына көніп, тоқал келсе, бәйбішенің көсеуі ұзарады деп отырғаннан басқа амалымыз бар ма? Бірақ бұл бойжеткен көсеу болып, қол ұзартатын кісіге ұқсамайды. Сән салтанаты бөлек екен деп, Рәзиға да қайынсына қалжыңдаған болып, өзінің де кеудесіне кептеліп тұрған үлкен күдігінің шетін шығарған. Ой, Нұр жеңеше, ағатайым сіздің үстіңізге біреуді кіргізгісі келсе, баяғыда-ақ сездірер еді. Олай болмасын деп тілейік жеңеше. Айтолы сұлу қыз екен. Көз ала алмай отырғаным рас. Сұлу мінсіз болса да мұңсыз болмас деуші еді Қазекем. Бұл сұлудың басындағы мұңын сейілте алсақ қой шіркін деп Бәлібай да аты жөнінен қайдан, қалай келгенінен бейхабар бойжеткенді ұнатып қалғаны мойындаған. Сонан соң жеңгесінің құлағына ақырын сыбырлаған. Егер әл ағамның жанына жақын жан болмаса, әлгі өзі сандырақтап айтқан Берік болы сол күйі табылмай кетсе, Құдай біледі бар ғой, онда қайын жұртымнан, ондағы жолымды күтіп отырған қалыңдығымнан да бас тартуға бармын. Екеуі атын ақбақай торы жорғамен бірге тұсап, 2-3 сауын биелерге қосып келген Әлібайды көріп, әңгімелерін үзген. Жә, бұл қыз біраз тынығып қалған болар, оятып тамақтандырайық, жөн сұрайық деген үй иесінің сөзі Рәзиғаның көкейіндегі күдігін сейілтсе, Бәлібайдың үмітін қанаттандыра түскен. Сөйтейік деп Рәзиға да келсе кетті. Түскі асымыз да даяр болып қалды. Рәзиға киіз үйге кіріп кеткен соң, ашық тұрған сықырлауықтан оның үні естілген. Сіңілім,
Тұра қойшы, бетіңді жуып тамақ іш, біраз ашығып та қалған боларсың. Сол кезде бейтаныс қыз да тіл қатқан. Бұл қай жер? Мен қайда жатырмын? Жаңа Берікбол келе жатыр еді ғой. Ол қайда кетті? Сіз кімсіз, апай? Сабыр сіңілім, сен қауіпсіз жерде жатырсың. Берікбол әлі келген жоқ. Оны кеше өзіңді ертеп келген ағаң іздеп тауып әкеледі. Өлмеген құл алтын аяқтан су ішеді дегендей, уайымдама, табылар. Біраз үнсіздіктен кейін қыздың тағы да сыңсып жылаған үні естілген. Өзінің бұл жерге кеше қалай келгені, оған дейінгі үрейлі оқиғалар ойына оралған болар. Мұңын шағып сөйлей бастады. Сорлы басым-ай, Берікболым-ау, тірі болсаң мені зар еңіретіп, үңгірде қалдырғанша неге келмейсің? Әлде жартастан құлап, бір жерде мерт болып жатырсың ба? Қайтейін-ау, мұңымды кімге айтып, тұла бойымды жайлап алған зар-запыранымды қалай шығарайын? Бойжеткеннің біраз дем алып, ес жиғаннан кейінгі мынау зарлы үні іште жүрген Рәзиғаны қойып, сыртта тұрған ағайынды екі жігіттің де сай-сүйектерін сырқыратқан. Әлібай бұл қыздың аузынан тастамай отырған Берікболы, мұның кімі болса да ең бір қымбатты адамы екенін білген сайын, оның ұшты күйлі жоғалып кеткеніне және өзінің оның ізінде таба алмай келгені үшін кінәлі болғандай сезінген. Бәлібай болса, алғашқы бір лап еткен сезім толқынының мынандай қасіретке ұшыраған адамға бағышталғанына іштей қысылып, енді осынша мінсіз жаратылыс иесі ұшыраған ауыртпалыққа жанашырлық күй кешіп тұрған. Сонымен бірге бұл қыз ағасы Әлібайға мүлде бөтен, бейтаныс жан екеніне көзі жеткен сайын пендауи бір үміт оты да кеудесінде жылтырай бастағаны рас еді. Қызды уатып, есін жидырып, жерге жайылған жайдақ дастарқан басына отырғанша кіші бесінде болып қалған. Рәзиға сылынып піскен еттен аздап жеді де, 2-3 сауын биені сауып, құлындарды босатқан. Құлындарды желіден босатып, енелерінің бауырларынан тартуға Әлібай да тысқа шыққан. Бұл сорлы қыз жартып тамақта ішпеді. Ішін өртеп бара жатқан уайымы қатты. Берікболы шамасы күйеуі болар деген Рәзиға биенің бауырында отырып, бүгін әңгіме айтып жарытпас, жатып дем алсын деген Әлібайда. Мен ертең ертелетіп, тағы да із шолып қайтайын, Берікболын іздеп көрейін, бәлкім шекара жақты да шолып қайтармын. Бейтаныс бойжеткен бірер кесе сорпа ішті де, тағы да ақылеп-үқілеп, біраз жатып ұйықтап кеткен. 2 күнгі ұйқы, оның үстіне уайым қайғы, байғұсты әбден қажыса керек, өзінің кім екенін айтуға шамасы да жоқ еді. Үй иелері де одан жөн сұрап мазалаған жоқ. Осы бала маған 12-де бір гүлі ашылмаған біреудің оң жақта отырған қызы сияқты көрінеді. Басындағы үкілі бөркі де осы ойымды растай түскендей деп Рәзиға күйеуіне сыбырлаған. Маған да солай көрінеді. Кім болса да Берікболын іздеп көрейін, әйтеуір есін тезірек жинауына көмектес деген отағасы да. Тек таң бозарып атып, биік жоталардың басына күннің шапағы түскен кезде Әлібай орнынан тұрып, бірер тостаған қымыз бен оразасын ашып тұрған кезде қонақ қыз көзін ашқан. Ағай, Берікболды іздеуге барасыз ба? Деген ақырын тіл қатып. Жақсылығыңыз Құдайдан қайтсын, айналаны асықпай барлаңызшы. Өлі болса мүрдесі, тірі болса өзі табылар. Өзім де солай ойлап тұрмын айналайын. Сен әл жинап демал, көп уайымдамай, жақсылап тамақтан. Қаз өтсе үні қалады, адам өтсе ізі қалады дегендей күдер үзбейік. Олардың дауыстарынан Рәзиға да оянған. Ұзақтау жүріп қалсаң, шай ішіп алып бірақ аттансаңшы деген келіншегіне. Әлі ерте ғой, жол азықпен жан торсыққа қымыз құйып алдым. Бәлібайда жылқыларды көздеп кетсе керек, ол келген соң асықпай шайларыңды ішерсіңдер. Мен атты әкеліп ертейін. Мына қонағымыз да ұйқысын әбден қандырсын. Ол керегенің басында тұрған ұзын мойын қара мылтығы кіресін қолына алған. Жолыңыз болсын ағатай, деп қалды бейтаныс. Әлей болсын,
Бір қызығы Әлібай да, Рәзиға да, сен жазғанның арманың берік болыңның табылуы ғой, тілегің қабыл болғай деп ойлаған. Әлібай ұзақ тостырып, түс ауа әрең оралған. Шөп-шөңке жүріске қос құлағының түбі ғана бусанатын керқұла екі бүйірін қағып тұр. Шамасы өрлі еңісті тау ішінің соқыр сүрлеулерімен ұзақ жортса керек. Ол жолын тосқандарға қуанышты хабар айталмаған. Шамасы Берікболдан қалса керек, бір сайдағы бұлақтан өткен жалғыз аттының Ақиректің жолына қарай бет алған ізін көріпті. Сол бағытты бетке алып біраз жүріп едім. Жалғыз жарым аң болмаса мал жүріп, жапырылуды білмейтін, иеннің шүйгін шөбін жапырып, жосылып жатқан аттылардың ізін көрдім. Айналайын қалқам, демек Берікболың жазатайымнан аман деген сөз. Арғы бет асқандарға ілескен болар. Ол мені тастап ешқайда кетпейді. Жау қолына түскені анық деп қонағы оның сөзін бөлген. Айналайын, қазан аузы жоғары, Алла кебін кигеннен сақтасын, кебені киген ердің жолын күтер болар. Айтқандайын, ойдағы ел ішінен жағдайы да мәз емес көрінеді. Құдай оңдап, сонау тайынты тарғын жақтан көшіп келе жатқан Көкжарлы Күркебай батырдың қос шолғыншысына жолығып келдім. Солардың айтыстарына қарағанда, қара жұмысқа адам бермеу үшін біраз азаматтар атқа қонған білем. Енді біразы көліктерін қамдап, дүрк көтерілетін сияқты. Дүрк көтерілгенде кім оларды құшақ жайып қарсы алғалы отыр дейсің? Баяғы арғы беттегі Керей Найманды сағалап Қытай аспақшыда. Шолғыншылар біздің жайды білген соң, бірер күннен кешікпей, ішінде Күркебай батырдың өзі бар жасанған жасақтарымен қалың көшті қорғап қоршап шекарадан өтпекші. Шекарадан асқыларың келсе, ертеңнен қалмай, осы маңнан тосып, соларға кеп қосылыңдар. Не көрсеңдер де, көппен бірге көресіңдер деп кеңес берді. Әлібай өзінің де бір шешімге келе алмай отырған шарасыздығын сездіргендей, екі алақанын жайып, басын шайқап барып тоқтаған. Ағайын туыстан безіп, қағынан жерінген құландай Көкжарлылардың көшіне ілесіп, не марқадам табармыз, мен ол көшке қосыла алмаспын деп Бәлібай қызулана сөйлеген. Мырзабала, деген Рәзиға сөзге араласып, қайынсының есімін атамайтын әдетімен. Мырзабала, қайбір қызық қуып, қыдырыстап жүр дейсің. Ағаңның бір ағат сөзі үшін артына шалабайлап, шырғалап жүрген үкіметің емес пе? Әйтпесе ағаңның біреудің сары ізіне шөп салған әдетін көріп педің. Заманынан аманы, лашынның қанжардай тырнағына ілінгенше қараған бүргенді таңдамай пана іздейтін шымшық торғай сияқты емеспіз бе? Ал сен, Мырзабала, біз Күркебайға ілессек, сен отаныңа, ағайындарының ортасына оралуға бейіл бол. Ағасы үшін інісі кінә арқаламас болар. Иә, егер біз оларға ілесеміз десек, сенің қалғаның жөн. Жеңгең жөн сөз айтып отыр. Жә, бәлкен, сен бүгін ел шетіне барып, тыңдап, түнделетіп қайтып кел. Не істеу керегін сонан соң шеше жатармыз деп Әлібай бейтаныс қыздың бетіне қараған. Айналайын, тынығып дем алсаң, әңгімеңді айтшы. Біздің де жай жапсарды естіп, көріп отырсың. Көшер болсақ, бірге жүресің бе, әлде ауылға апарып қалдырамыз ба? Әлде Берікболдан хабар болмаса, еліңе қайтарамыз ба? Соның бәрін ақылдаса шешкеніміз жөн сияқты. Қыз бір тәуекелге тас түйін бекінгендей, бір күрсінгенмен бұған дейінгі көз жасына ерік берген жоқ. Сұлу жүзін ашық тұрған есіктен орманды тау сілеміне қадап отырып әңгімесін бастаған. Есімім Кербез болады. Тарбағатайдың қотанашы қожыр жайлауын жылқыға толтырған Қорабай байдың 3 ұлының ортасындағы жалғыз қызымын. Берікбол һәм Керім Кербез. Бәрі де өткен жылы бұрын жайлау үстінде өткен Қорабай байдың тұңғыш немересі Қуаныштың сүндет тойынан басталыпты. Мыңғырған көк алалы көп жылқыны айдаған бай, мұнда шабылмағанда қайда шабылсын? Қазақта қолы жетіп,
дәулеті асқандар өліге ас бергенде, тіріге той тойлағанда байлығын көрсетіп, атағын шығару үшін аянбай шашылатын бір әдеттері бар. Әсіресе атақты би, болыс болған немесе аймағында ешкімді шалғайына шалдырмайтын бай о дүниеге аттанса, оның жыл толған асына марқұмның жетісін бере салып ақ қызу даярланады. Өліге пайдасы тисін деп емес, оның соңында қалған тірілердің атақтарын аспандату үшін ат тұяғы жетер жерге ғана емес, шамасы келсе 300-ге сауын айтып жыртылады. Ал қыз ұзату, келін түсіру, сүндет той сияқты отбасылық қуанышты көк жайлау үстінде көңіл жетер ағайынды қалдырмай шақырып, бірнеше күн бойы ат шаптырып, балуан түсіріп дегендей дүркіретіп тойлау ірі байларды айтпағанда орта дәулетті байшекештердің де бір көрініп қалар тұсы. Қорабайда бұл тойдан тартынбай барынша шашылып баққан 20-30-ақ шаңқан үйлерді Қотанашы жайлауының үстіртіндегі бір жазығына көше-көше ғып тіктірген. Сырт көз қонақтары келгенде жазықтағы жұрттың шалғыны жайқалып тұрсын деп, мамыр айынан бастап мал тұяғын тегізбей арнайы қорғатқан. Несін айтасың, Зайсан оязы ғана емес, басқа ояздардағы төрт уыл мен бай жігіттің, Әбақ Керейдің осы өлкеге қоныстанған 4-5 атасының игі жақсылары арнайы шақырумен тойдан бір күн бұрын келген. Бәйгелер ерте салқынмен кем болғанда 35-40 шақырымдық көмбеге айдалып, тойдың басқа қызықтары тай бәйге, бала жарыс, балуандар күресі, теңге алу сияқты ойын түрлерімен жалғасқан. Ел жақсыларының батасымен имам сүндетке отырғызу рәсімін жасаған. Арнайы киіз үйде жатқан Қуаныштың той иесінің жанында шешесі мен әжесі, тағы 1-2 күтуші әйелдер ғана қалып, басқалары түгелдей той қызығын тамашалап кеткен. Той қуаныш үшін жасалса да, оның бар қызығы өзгелер үшін жасалады екен. Ертең-ақ жазылып кетесің, сүндет тайыңды бағана әкеліп көрсетті ғой, сондай әдемі екен. Мен торы жорғамды мінемін, сен тайыңа мінесің. Екеуміз ағайындар мен көршілерді аралап, жігіт болғаныңның көрімдігін жинаймыз деп, қасында біраз отырған кербез әпкесі де мен қазір келемін деп шығып кетіп еді. Бір етасым уақыттан кейін әрең оралған. Әпкесінің беті бал-бұл жанып, алаулап кетіпті. Өзі соншалықты көңілдеді. Қайда кетіп қалдың? Деп Қуаныш сүйікті әпкесін бұртия қарсы алған. Берікбол ағаңмен бірге қыз қууға қатысып келдім, деген әпкесі еркелей сөйлеп. Торы жорғам шабыстың малы емес қой. Әкемнің өзіме атап қойған Көкбалақ деген екінші атыма мініп келдім. Берікболдың атының тақымын аштырмай қамшының астына алып келдім. Ол той басталған тұста сүндеттеліп жатқан Қуаныштың жанында оның көңілін аулап біраз отырмақ еді. Бірақ киіз үйлерден, ауа-шалау жерден өтіп жатқан тойшылардың дуылдаған көңілді үндерін естіп, байыз тауып отыра алмаған. Қаршадайынан ұл балаша киініп, кербезде емес, керім атанып, атқа мініп жүруге әбден үйренген ол тойшылардың ортасына бір рет барып қайтуды ойлаған. Өзінің інісінің жанында көп отыра алмайтынын сезгендей жылқышылардың біріне айтып, Көкбалақты 1-2 күн суыттырып, тоқжарау күйінде ертетіп, кермеге байлаттырып қойған. Қалың дөбірге қосыла алмай, орында тықыршып тұрған жануар үйден қамшысын алып шыққан иесін көріп оқыранды. Ол балаша киінгенін қойып, шешесінің ақылымен атқа салт мінген кезде ыңғайлы болу үшін қысқалау тігілген қос етек көйлек киіп, бұрын бөрік астына жасырып жүрген шашын өріп, шолпысын тағынып, осыдан 1 жыл бұрын 2-ші рет қыз болып өмірге қайта келгенде, ауылдас бөтен бөгдені қойғанда ағайындарының, тіпті әке-шешесінің өзі нағыз арудай періште аспаннан түскендей көріп, тіл аузымыз тасқа дескен. Аспаннан түскен бойжеткенге жақыннан көз сүзетіндер, алыстан құда түскісі келетіндер көбейген. Ойбай-ау, Қорабайда 4 ұл бар деп жүрсек, ең кенжесі қыз екен. Қалыңын аямай беріп, мұндай ару бойжеткенге
құда түсіп қоялық деген талапкерлер алыс жақыннан көбейіп тұрған. Бекер, обалы қане, әкесі Қорабай. Бір жұттық кісінеген өзімде де жетерлік. Қосынымен айдап берсеңдер де мені сырты түк, іші боқ, қыл-құйрықтарымен қызықтыра алмайсыңдар. Қызымның еркін өзіне бергенмін. Еркек шора болып, ерке өскен баланы жылата алман. Өзінің көңілі қалаған азаматы болса, қолын қақпан. Сондықтан ағайын, өкпе наз болмасын деп, ешқайсын аяғына отырғызбаған. Бой жеткеннің жеткен жасы деп саналар. 15-ке толған кербез әлі де керім болып, жүргендегісіндей ер балаша сөйлеп, ер баланың мінезімен жүретін әдетін жеңгелері қанша айтса да қоя алмаған. Біреулердің сөзі, біреулердің көзі жаман деп, қызының той-думанға көп араласпауын қалаған әкесі де. Балам, мына ініңді жалғызсыратпай қасында бол, жарай ма? Сөйте ғой құлыным деп біраз тапсырған болатын. Кербезге әке өтініші де көп тоқтау бола алмаған. Кербалақты ойнақтатып жеткен ол сол ерке мінезіне басып, тойды басқарып жүрген ағасы Жайлаубайға келіп, бірден сауал қойған. Қыз қуу басталды ма? Жоқ қалқам, қазір балуандар күресі бітісімен қыз қууды бастаймыз деген ол. Жақсы болды, мен қазір ұл емес қызбын ғой. Алғаш рет қыз қууға қатысқым келеді. Және мені қууға Берікбол ағам дайырлансын. 3 қос жылқының ең жүйрігі менікі деп мақтанып жүреді ғой. Менің кербалағыма жетіп көрсін. Кербездің көпшіліктің алдына келіп, қысылып қымтырылмай еркін сөйлеуі және қуатын жігітті де өзінің таңдауы жұртқа шектен шыққан еркелік әрі ерсі қылық болып көрінген. Бірақ оған тіпті әкесі де «Мұның не шырағым?» дей алмаған. «Өй, тентек неме сол?» деп кеңк-кеңк күлген. Кербез болса жаңағы базынасы аз болғандай тағы да былай деп дауыстаған. «Мен бұл жерде көп тұрмаймын. Бауырым Қуаныштың жанына баруым керек. Берікбол, қайдасың? Шық бермен. Қазір қыз қуу ойнаймыз. Қап, мына қыздың айтқанын істемесек, басымызға әңгір таяқ ойнатар» деп Жайлаубай еріксіз күлген болған. «Әй, Берікбол, қайдасың? Кел бермен. Мен мұндамын ғой» деп топ ішінен астындағы бурыл бесісін ойнақтатып, Берікбол да көп ішінен шыға берген. 3 қос жылқының ең жүйрігі менікі деп аға жылқышы жігіт айтса айтқандай, астындағы жарау бурылы шабысқа тіленгендей ауыздығын шайнап, тізгінді иесіне шірене тарттырып, ортаға шыға берген. Қыз қуудың алғашқы жұбы ортаға шықсын. Анау көз ұшындағы жалғыз төбешікті айналып қайтасыңдар деген Жайлаубай. Бірақ алғашқы жұпқа кімдердің қатысатынын айтқан жоқ. Жігіттің аты осса, бәйгесі бір құнан, қыздың аты осса, 5 ат. Қалған жұптар балуандар күресі аяқталған соң жарыс жолына шығады. Алғашқы жұп ойынның шартын білесіңдер. Ал жолдарың болсын. Қане Берікбол аға, мықты болсаңыз қуып жетіңіз деп кербез көйлегінің етегін тізесімен қымтап, басындағы үкілі бөрігін шешіп алып, ағасы Жайлаубайға ұсынған. «Келгенімше ұстаңыз аға». Атлы жаяулы топтан қос ат шыға бере, тақымдарын қысып, сақпаннан ұшқан сары жасындай ұзай берген. Тәртіп бойынша 10-15 қадамдай бұрынырақ шыққан кербез көз ұшынан ұзағанша шалдырмай бара жатты. «Аға, бәсе босқа мақтаныпсыз ғой, буырылыңыз менің кербалағымның шаңын қауып қалды ғой» деп қыз артына қарап сақ-сақ күлген. Сөйткенше болмай, көз ұшындағы жалғыз төбеден екеуі айнала бергенде, буырылға қанат біткендей зуылдап келіп, кербалақпен теңесе берген. «Кербезжан, әке-шеше, ағаларыңның көзінше сағыңды сындырмайын деп едім. Ал мынау ойынның шарты» деп ол қатарласа берді де, талдырмаш қызды белінен қапсыра көтеріп, алдына мінгізіп алды. Оттай ыстық деммен екі бетінен бір-бір сүйіп, жана салай шауып келе жатқан кербалақты тоқтатып, қызды ер тоқымына мінгізген. «Ұятыңыз қайда аға?» Қыз солай десе де, ата-анасынан басқа өзі көп жылдан бері жанына ертіп, атқа шабу өнерін үйретіп келе жатқан етене аға досындай болып кеткен адамның еріннің
қызуы жанына ерекше бір жылы ағын құйып жібергендей болған. Қыз шіркін бұған дейін өзін ұлдардан жаратылысы бөлек жан екенін іштей мойындаса да, Берікбол екеуі ағалы інілідей іс-әрекеттері, өзімсінген сөздері жарасып, өмір бойы солай жүре берердей сезінетін. Не бір асауларды бұғалақтап ұстап алып, қос құлақтан басып, шөкелетіп тастайтын. Сонан соң жүгендеп, жаншыра туласа да, сүт пісірім уақытта жуасытып, қақпайлап әкелетін жігіттің ерлігін өзі қайталай алмаса да, оның өнеріне қатты қызығатын. Той-томалақтан бұл өлкеде онымен жүрегі дауалап, күреске түсетін еркек кіндік табыла бермейтін. Ондай өнердің өз қолынан келуі мүмкін еместігін бір құпия түйсікпен сезіне тұрса да, оны ерекше құрметтейтін. Тағы да сондай жиын тойларды ол домбырасын бебеулетіп, қоңыр даусымен ән салғанда елтімейтін жан болмайтын. Тіпті әкесі үйіне сыйлы қонақтар келе қалса, аға жылқышысының ауылдан ұзап кетпеуін қадағалап, оған ән салдырар еді. Қонақтары әншіні көздерін жұмып, ауыздарын ашып тыңдағанда, сонан соң өздерінің бұрын-соңды мұндай әншіні тыңдап көрмегендерін айтқан кезде, Қорабай бай әнді дәл бір өзі айтқандай кеңк-кеңк күліп, «Иә, біздің жігіттердің көбі өнерпаз, рас болса, басқа жігіттер айтады, Берікбол тамылжытып ән салғанда жайылып жүрген қалың жылқы мүлгіп тұрып ән тыңдайды» деп. Бұл бір біз естімеген кеп екен десіп, қонақтар таңырқасып отырғанда, Берікболдың өзі, «Жоқ, ағалар, тілі жоқ мақұлық жануарлар ән тыңдағанда қайдан білсін, құрдастарының шығарып жүрген әзілдері ғой» дер еді. Иә, Киргиздің жаратылысына да жаратқан ондай өнерді қимапты. Алайда өзімен әзіл қалжыңы жарасқан аға досының бір-біріне мейлінше адал, аға мен іні арасындағы алғаусыз ықылас пейілдері, іштей ұғысқан егіз сияқты жандардың өзі бір сыңары болғанын мақтаныш ететін. Ал бүгін неге жүрегі тарсылдап, кеудесіне қамалған торғайдай ауыздан шығып, ұша жөнелердей болып тұр? Бүгін неге сыртта болып жатқан той дүбіріне қызықпай, көз алдына Берікболдың сәндеп қойған қарлығаш қанат қара мұрты, кісіге мейірім төге қарайтын аялы қос жанары, батыр тұлғалы кесек біткен пошымы, әрқайсы сабаудай жуан саусақтарының домбыра тартқанда билеп кететіні, барлық жаратылыс бейнесі келе береді. Бүгін неліктен ол ернін тегізген екі бетінің ұшы долдай береді. Сауалдар жан-жағынан қамалғанмен жауап таба алмаған. Тек інісі Қуанышқа өзі қатысып қайтқан бір ғана ойынның барды қайтты оқиғасын ұзақ бір қисса айтқандай үзіп-жұлып әңгімелей бергісі келген. Бедел биіктіктеріне, атақ дәрежелеріне қарай пәленшенің үйі, түгеншенің үйі деп әр рудан келген сыйлы қонақтарға арнап тігілген өңшең ақ боз үйлерге астау-астау ет тартылып, одан кейін сорпа, қымыз, тіпті ақ самауырлардан қызыл күрең шай құйылғанға дейін той иесі Қорабай бәріне де кіріп шығып, қонақтарының риза хош лебіздерін тыңдаған. Қасына еріп жүрген ұлдары көтерген қоржындарынан тойдан тобықтай деп бір жыл бойы әзірлеткен біраз сыйлы қонақтарына қасқыр ішік, түлкі ішік, тай жақы сияқты жағалы киім бастаған, бөрік қамшы сияқты тарту таралғы үлестіріп бір жаңа үрдісті бастап еді. Той қызығы аяқталып, жайлау төсіндегі көше-көше болып тігілген ақшаңқан киіз үйлер жығылған соң, дуылы мен шуылы мен бүкіл өңірге өзгеше бір жан бітіргендей атлы жаяулы қонақтар жан-жаққа тарап кеткен соң, бай ауылының өз салтанаты бір түрлі қораштанып қалғандай болған. Қуаныш бірер аптадан кейін-ақ күмістелген ер-тоқым, жүген ноқта, өмілдіріп құйысқан дегендей барша әбзелімен, ағалары мен атасы көлденең тартқан ақбоз сүндет тайына мінген. Әрине, ақбақай торы жорғасына мінген әпкесі Кербез оның жол бастаушысы. Әбден үйретіліп, жуасып қалған сүндет тай
барша салтанатымен өзіне ерекше ұнап еді. Ине жіптен жаңа шығып, арнайы тіктірілген жырым балақ кестелі жарғақ шалбар, үкілі жұқа жаздық бөрік, тік жаға кестелі ақ көйлекпен көгілдір барқыттан қынама бел ғып тігілген бешпет баланы басқа бір жаңа өмірдің босағасынан аттатқандай күйге бөлеген. Ол аз болса дүрілдеп өткен той әпкесін де басқа бір өмірдің босағасынан аттатып кеткендей еді. Ол алғаш рет өзінің әйел затының бір өкілі болып өмірге екінші рет келгенін, оны енді ешкімде ешқашанда өзгерте алмайтынын мойындаған. Ол аз болса өзінің де сезім дейтін ет пен теріден жаратылған пенде шіркінге бағынбайтын бір күйге бағынышты құл екенін де мойындай бастаған. Көңіл шіркін алаң, түсініксіз бір делсал күй. Шіркін-ай, тағы да берік болмен қыз қууға қатысып, жалғыз төбені айналып келер меді дейтін орындалмас арман иектеп алған. Орындалмас дейтіні ақиқат болатын. Себебі тағы бір той болып жатса да, бұл шіркін енді қайтып, мен қазір ұл емес, қызбын ғой, және мені қууға берік бол ағам шықсын деген сөзді айта алмас. Қанша жерден ерке болса да, ол жолғы сөзі еркеліктің ең соңғы шалығы екенін және ойланбай қалайша түйеден түскендей олай дегеніне өзі де әлі күнге дейін аң-таң. Ең қызығы, ес біліп, ат жалын тартып мінгелі, көбіне бірге жүрсе де, дәл қазіргідей ол ойынан бір сәтке де шықпайтын күйге ұшырап көрмепті. Енді неғып ойынан шықпайтын болды? Тағы да екі бетін дуылдатып, ыстық деммен тұла бойын өртердей болып сүйіп алса дейтін бір опасыздау жымысқы тілек дәл жүрегінен, әлде бар жан дүниесінен бас көтергендей. Ол өзінің ойынан өзі шошынып, осы мен ауырып қалған жоқпын ба деп те ойлаған. Ат үстінен көтеріп алмай-ақ та қойсын, алдына отырғызып, екі бетіне сүймей-ақ та қойсын, тек қана бір көрініп, өзіне еркелете елжірей қараса, сонан соң тамылжытып бір ән салса. Алайда алыс, өр жайлаудағы кең өріске айдалған жылқымен бірге кеткен жігітте ерегескендей көрінбей қойған. Ал Берікбол жігітіміз де тай құнандарына кейіндері ақбақай жорғасына мініп алып, жанынан екелі қалмайтын ерке тотай кенже ұлды өзінің туған інісіндей жақсы көріп кеткені рас еді. Ол шіркіннің жаратылысының бөлек әйел жынысты жан екенін де, оның әкесі өмірге қайта келгендей баласына екінші рет шілдеқана жасағанша сезбепті. Расында өзі де аңқау болғаны мойындап, кей жайларды еске түсіріп, езу тартатын. Ойлап отырса, бұрындары екеуі жылқы жайып, ат үстінде ұзағырақ отырып қалғанда Берікбол, қой бала, дәрет сындырып алайын деп аттан түскенде ол, менің сүйгім келген жоқ деп, нағыз ұл балаларша сөзді жұмсарта айту дегенді қаперіне де алмай, төтесінен қойып қалып қарап тұрар еді. Немесе жігіт тізе бүгіп, дәрет сындырған кезде жүзін жасырып, қымсынуды білмейтін. Ондай бала жүріп-жүріп, бой жеткен қыз болып шыға келерін кім пайымдап ойлай алар? Ойда жоқта аспаннан түсе қалған ару сияқты. Берікбол ойлап тұрса, шынында да өзі барды бардай, көргенін көргендей, сол қалпында қабылдай салатын аңқау екенде. Әйтпесе, кей кездері күлкісінің сыңғырын сөйлегенде үннің соншалықты нәзіктігін күн сайын естіп жүріп, апырау, осы баланың үні, күлкісі неліктен қыз баланың даусынан айнымайды деп бір ретте ойлап көрмепті. Бірде жайлаудағы биік жартастан күркірей ағып жатқан сарқыраманың суына түсіп шығуға Керімге мұның ұсыныс айтқаны бар. Ой аға, мен таудың суық суына түсуден қорқамын, өзіңіз түсе беріңіз, мен жылқының алдыңғы жағын шолып қайтайын деген кезде де күдіктенбепті. Әйтпесе, қандай ұл биіктен құлап ағып жатқан кәусардай мөлдір суға шомылып шығудан бас тартар. Жігіт шіркін төменде етек жақта қалған бай ауылын, ондағы шешесі мен інісі отырған қараша үйден гөрі Қорабай байдың 8 қанат ақ ордасын, ол ақ орда емес-ау, ондағы кешен туған інісіндей көрген
керім жеткіншек. Кешегі керім жеткіншек емес-ау, бүгінгі ғайыптан пайда болғандай, кербез бой жеткен, мұның түнде түсінен, күндіз ойынан шықпай, жүрегі сазғандай, бір беймәлім күйге түсіп, сағына береді екен. Апыр-ау, маған не болған деп, қанша серпілгісі келсе де, есіл-дерті төмендегі ел жақ бола берген. Бұрын дәл мұндай күйді байқамаған сияқты еді. Қуаныш баланың сүндет тойынан кейін дәлірегін айтқанда, кербездің өзі шақырып, қыз қуу ойына қатысқан сәттен бастап, одан дәлірегі қос жүйрік құйрық тістескен күйі жалғыз төбені айнала берген кезде, ондай батылдық қайдан пайда болғанын, қандай сайтанның қолтығына су бүріккенін өзі де білмейді. Қызды ат үстінен жұлып алып, екі бетінен өпкен қас қағым уақыттан бері өзінің ауру дейтін ауру емес, сау дейтін сау емес, бір күйге түскені рас. Өткен жылдың дәл осы тұсы бұрын болса керек. Жайлау қызығы енді қызып, жұрт қымыз мұрындық деп, жұрт майлар деп, ерулік қарулық десіп, несін айтасың, қыстан қысылмай шықса да, жаз қызығын әбден сағынысып қалғандай, қырық сылтау мен ерсілі-қарсылы шақырыстар қабындап тұрған кез болатын. Берікбол сені Байекең ертең тойға келсін дейді. Жұртты шақыруға арнайы жіберілген жігіттердің бірі жылқымен бірге алыс жайылымда жүрген бұған. Ол қандай қуаныш екен, дейді бұл. Қандай қуаныш екенін анық білмедім. Ол үйде аяғы ауыр жеңгелердің ешқайсысын көрмеген сияқты едім. Естуімше шілдехана тойы деседі білетіндер. Жігіт рақаттанып бір күліп алып, өз пікірін білдірген. Қайдам, үлкен бәйбішенің өзі құдай беріп, қол аяғын бауырына алып отырған шығар. Жазған құлда жазық жоқ деп, Берікбол әр уақытта тоқ жарау ұстайтын борлына мініп ауылға келген. Үйіне кіріп, шешесінің бір шайын ішіп, інісі Серікболдың маңдайынан бір иіскеген соң, өзі шапқан қалақтай қара домбырасын алып, байдың үйіне беттеген. Тойға арнайы шақырылатын құрметті қонақтардың есебінде өзінің жоқ екенін, арнайы кісі жібертіп шақырса, осы қара домбырасының күмбірімен өзінің әні үшін шақырылатынын жақсы біледі. Жұрт ет жеп, сорпа ішіп болған соң, сары қымызға сарықтарын басып отырған кезде бай аға жылқышысы Берікболға иек қаққан. Берікбол айналайын, ағайын мен көрші көлемнің басын қосып отырған қуанышымның беташары болсын, бір-екі ән салып жіберші. Ау қоқа, көп жұртыңызға қыста қалқа, жазда сая болған адамсыз, алайда кейде балалық мінез көрсетіп, алдымызға жұмбақты қарекет көрсететініңіз бар. Бізді сөз буаз қылмай, бұл қандай той екенін айтпайсыз ба деген Қорабайдың өзімен шамалас, теріс айрық жақтан келген үлкен құдасы. Біреулер шілдеқана тойы дейді, біреулер жұрт майлар дейді. Жіп тағалмадық қой. Құда асықпаңыз, бұл қуаныштың қай қуаныш екенін сәл шыдасаңыз білесіз деп, жұмбақты шақырыстың себебін білгісі келіп отырған жұртты ынтықтыра түскен. Ат шаптырым балуан күрестіретін айтолы қуаныштар амандық болса бола жатар. Дегенмен әр нәрсенің өз жөні деп, көңіл жетер ағайын мен көрші қолаңға бәйбішем екеуміз ақылдаса келе, осы шағын дастарқанды жайып отырмыз. Қуанышымның беташары болсын, бір-екі ән салып жіберші деген байдың сөзінен кейін қара домбырасының күйін келтіріп отырған Берікболға үй иесі тағы да иек қаққан. Оның зор да иірім-қайырымы, сонша нәзік үндері қонақтардың неге келгендерін білгісі келіп отырғандарын ұмыттырып еді. Бәрекелді, тусаң ту десіп, жұрт бірнеше ән тыңдаған соң, бай әзірге болар дегендей белгі берген. Бай үйдің оң жағындағы сарала сырмақ үстіне көрпе төсеп, шаңқандай кестелі кимешек шылаушы қарқарадай болып, бір-екі абысын ажынның ортасында отырған бәйбішесі дүрияға мойын бұрған. Әлгі біздің Керім тентек қайда жүр? Мына ағаларына келіп сәлем бермеуші ме еді? Бәйбіше қымыз сапырып отырған бір келіншекке иек қағып еді. Ол орнына лып етіп көтеріліп, сыртқа шығып, біреулерге әлдене деп ішке қайта кірген. Сөйткенше
кестелі қызғылт жарғақ шалбар, қысқа қоныш қызыл етік, тік жаға ақ көйлек, үкілі жеңіл бөрік киген жеткіншек есіктен кіріп келіп, дәл ортаға тұра қалды да, оң қолын кеудесіне басып, отырғандарға сәлем берген. Ассалаумағалейкум, аталар мен жақсы ағалар. Өй айналайын, ғұмырлы бақытты бол, молда бол балам. Жұртқа қадір қасиетің әкеңнен де биік болғай. Жеткіншек иіліп, құрмет көрсетті де шыға берген. Құда шақыруыңыздың мәнін енді түсіне бастағандаймын деген бағанағы сөз буаз болып отырған үлкен құда. Сөйтсеңіз не екен деген Қорабай да жайбарақат. Мен бірдеңе білсем, бұл кенжеңізге қалыңдық таңдап, біреуге құда түскенсіз ғой. Болашақ келініңізге үкі тағып, қарғы бауын келістіріп беріп қайтқансыз-ау шамасы. Әлде болашақ құдаңыз барған жаушыларыңызбен бәрекелді десіп, оларға шеге шапандарын кигізіп те жіберген болар. Егер бар ғой, құда түсіп жә десіп отырсаңыз бар ғой, шатақты мен бастаймын. Айтпады демеңіз, құда түсер жол менікі емес пе еді. Тұңғыш құданың әңгімесі бейбіт сарында басталған сияқты еді. Сөзінің соңғы тұсынан зілді наз байқалған. Әй құдамай, шыдамсызсыз-ау, әлі де ештеңенің байыбына бара алған жоқсыңдар. Айтпақшы, бәйбішем-ау, менің кенже ерке қызым келіп, мына аталарына неге бата сұрамайды? Сізде қыз бар ма еді? Отырғандардың шыдамсыздау біреуі осындай сұрақты қойып қалған. Бәйбіше тағы да қымыз құйып отырған келіншекке иек қаққан. Ол тағы да орнынан лып етіп тұрып, сыртқа шықты да көп кідірмей қайта кірген. Кірген бойда ол бәйбішеге қазір келеді дегенді білдіргендей иек қағып белгі берген. Бұл Қорабай мысық тышқан ойнағандай тағы нені ойлап тауып отыр екен. Осынау сұрақ үлкен орда ішінде отырғандардың көбін-ақ ойландырған. Қымбатты қонақтар, қымыз алыңыздар, тоқ басар шайға дейін тысқа шығып, біраз дем алармыз деп, үй иесі мүлде басқа өңірге жол тартқан. Сөйткенше ой ұлы жарма сықырлауық есік ашылды да, үйге еліктің ылағындай қос жанары жәудіреген бойжеткен кіріп келе жатты. Қызыл асығына дейін төгілдіре киген, жайлау шөбі түстес, жап-жасыл, қос етек көйлек, үкілі зер тақия, қос өрімді қолаң шаш періштенің өзі кіріп келгендей, отырғандарға ерекше әсер берген. Сәлем бердім, аяулы аталары мен ағаларым, мені танымай қалдыңыздар-ау деймін. Мен мына Қорабай әкем мен Дүрия шешемнің кенже қыздары Кербезбін ғой. Әрине, Қорабайдан өзгеше өнер күтсе де, дәл мынадайды күтпеген жұрт, көздері бақырайысып, тілдерін жұтып қойғандай үнсіз қалған. Қоқаңда қыз бар ма еді? Бағана осы сауалды қойған жігіт сол сөзді сол қалпында қайталаған. Алдарында Қорабайдың қызымын деп қыз тұрса, онда менде қыздың да бар болғаны ғой деп, Қоқан бүгінгі мынау ойын шыны аралас әрекетіне алдымен өзі риза болғандай қарқылдай күлген. Тағы да домбырасын өңгеріп, әңгімеден сәл үзіліс болса аңыратып ән салып отырған Берікбол бұл отбасында қыз бала бар дегенді естігенде тағы да замандас құрдастарына әзіл қалжыңы даяр тұрар қожайынның кезекті бір әзілі болар деп түйгенде ол сөзге көп мән бере қоймаған. Ал мынау жайлау түстес киімге малынып ортаға шыға келген балаң бойжеткенді көріп аң-таң күйге түскен. Қыз болып киініп шыққан інісіндей болып кеткен Керімнің бұл қылығын сонша ерсі көріп, өй тентек, Керімім-ау, сенің де ойының таусылмайды екен, бұл қай қылығың? деген домбырасын керегеге сүйей салып. Жоқ, Берікбол аға, бұл ойыным емес, шыным. Осы күнге дейін ұл болып киініп жүрсем, енді әке-шешемнің қалауымен өзімнің Құдай жаратқан қыз кейпіме түстім. Бүгінгі жиында менің аталар мен ағалардан бата алуым үшін шақырылған. Ол Берікболға қаратып айтқанмен отырғандардың бәріне естірте айтылған жаңалық еді. Ең бір қызығы оның тұрысында, сөз саптасында балаң бойжеткенге ұқсайтын бірде-бір қылық жоқ еді. Керісінше қыздың киімін киген ерке де шолжаң жеткіншектен аумайтын. Мына сөзге көз алдындағы
Мына бейнеге сене алмаған Берікбол айналасындағылардан шындықты іздегендей, не дейді деп жан-жағына қараған. Олар болса, біз де ештеңені түсіне алмадық дегендей, бір-біріне сонан соң сұраулы жүзбен үй иесіне қараған.